бірақ ол жарадан айығу өте қиын. Бұл травма. Баланың балалық шағында жастық шалғанда біз ашаршылықты көрген қалыппыз. Мысалы біз репрессияны көрдік. Мысалға бізге атқа мінуді жабайылық, немесе атқа мініп көкпар тарту жабайылық деп жатыр, қызғу жабайылық деп жатыр. Бірақ ол біздің көзімізде эстетика, ол сұлулық. Біз өзімізді жақсы көру үшін біреу бізді мақтау керек. Дароо эле мен колониалдык түшүнүктөрдөн арылдым деп бир баста айта салуу мүмкүн эмес. Мынау батыстікі, мынау шығыстікі, батыс жаман, шығыс жақсы деген көзқарастар емес. Гегель емес, Хегель. Түпнұсқаға жақында. Өйткені бізде ың, ғ, ө, деген әріптер, ың деген әріптер, дыбыстар бар. Басының легитимизациясы қолмен тамақ жеу мәдениетсіздік деген легитимизация бар. Ал бұл қолмен тамақты шанышқымен пышақпен жеу, ол эстетика, сұлулық дейді түсінікте. Ал қазақтың, жаңағы қырғыздың, бізді жаңағы етті қолмен асап жейміз ғой. Онда нет. Арбаңыздар, бұл баштан башта подкастыбыздын бул чыгарылышында биз қазақстандык акын, котормочу Тилек Рысбек менен маектешебиз. Саламатсызбы, Тилек? Кош көрдүк. Тилек, сизди қазақстандык угармандар жакшыраак тааныйт, эмне менен алектенгениңизди билет. А биздин кыргызстандык көрөрмандар, угармандар үчүн өзүңүздү тааныштырып, эмне менен алектенесиз, кандай жумуш жасайсыз, кененирээк айтып берсеңиз. Біріншіден, осылай қонақ ретінде шақырып отқандарыңызға өте қуаныштымын. Және бұндай сұхбат үшін қазақша, қырғызша бір-бірімізді ешқандай қотармашысыз, аудармашысыз түсінісіп отқаным үшін өте қуаныштымын тағы да. Менің есімім Тилек Рысбек, жаңа өзіңіз атап өткендей, аударма саласында, әдеби саласында еңбек етемін. Қырғыз көрермендерге, әрине қырғыз еліне, қырғыз халқына деген құрметіміз бөлек, бір туған ағайындарға. Енді өзімнің айналысатын жұмысымды атап өттім, өзіңіз де атап өттіңіздер. Біз негізінен қазіргі айналысып жатқан жұмыстарымыз осы баспа ісі, кітап аударма саласы, сонымен қатар енді әдебиеттегі үрдіс деп айтуға болады, әдебиеттегі процесс. Бүгүнкү күндө мына ушул котормо багыты, аударма багыты канчалык маанилүү, эмне үчүн биз аны жасашыбыз керек? Котормону алектенүүнүн канчалык деңгээлде маанилүүлүгү бар? Аударма саласы қазіргі Қазақстан қоғамында өте қарқынды дамып жатқан салалардың бірі. Енді осыған дейін аудармалар совет кезеңінде жасалғанымен қазақ тіліне өте аз болды. Сонымен қатар жаңағы осы біз нарық кезеңіне өткен кезде, нарық заманына өткен кезде бүкіл кітаптардың барлығы Ресейден келді да, нарықтың бәрін тек қана орыс тілді кітаптар жаулап алды. Нәтижесінде жаңағы әрбір салаға қатысты қажетті деген кітаптардың барлығын оқырман орыс тілінде оқуға тұтынғаннан кейін, сол тұтынатын, жаңағы екінші тұтынатын тілі, өзінің ана тілі қолданыстан біртіндеп шыға бастайды. Ал тіл қолданыстан шыға бастағаннан кейін тілдің маңызы жоғала бастайды. Енді ол ары қаратай түсінікті тілдің жойылуына алып келеді. Енді қазір бұрын жаңа атап өткендей қазақ тіліне аударылған шығармалар өте аз болғандықтан, және мемлекеттік тапсырыспен кейін мәдени мұра бағдарламасымен түрлі аудармалар жасағанмен нарық саласына кіре алмады. Нарық саласына кіру өте кешеуілдеді. Нәтижесінде соңғы уақыттарда қазір Step and World, Қасым баспасы, Полиант баспасы деген секілді, жаңа Тентек баспасы, көптеген баспалар қазір қазақ тілінде өте бір жақсы даму кезеңінде жүріп жатыр. Ол алғаш жаңа Harry Potter'ды аударылуы, мысалға аудармадағы осыған дейін Гарри болса, ол Harry Potter деген кезде бәрі жаңағы тосырқанып, жаңағы Гарриге әдеттенген адамдардың құлағы кішкене түрпідей тиіп, кейін осы нәрселердің барлығы бізді мәтінді жаңа ақпаратты орысша тұтынатындығымыздың белгісі болып көрінді. Кейін енді ақпаратты түп нұсқадан алатын мүмкіндікке қол жеткізгеннен кейін аударманың аудармасы емес, аударманың өзі болып түп нұсқадан аударыла бастағаннан кейін кішкене аударманың сапасы да көтеріледі. Енді қазір аударма бізде өте қарқынды дамып жатыр. Әртүрлі баспалар, жылына көптеген кітаптар шығады, 100-ден аса бір баспаның өзі. Сондықтан аударма белгілі бір деңгейде толықтай
тілдің дамуына, әдебиеттің дамуына, руханияттың дамуына өте маңызды нәрсе. Мен өзімнің айтатын үнемі әдеби орталарда айтатын сөзім бар. Егер де ақын яки жазушы шығармашылық өмірінде аударма саласына қалам тербеп көрмеген болса, ол адамды шығармашылық адамы немесе ақын немесе жазушы ретінде мойындамаймын деп айтқан болады. Өйткені ол аударма саласы өте бір үлкен мектеп. Аудармамен көптеген әйгілі жазушы, ақын жазушылар айналысқан, өзінің шығармашылық кезеңін дамыту арқылы. Мысалы қазақта Әбіш Кекілбайлар, Қалихан Ысқақтар, жаңағы Асқар Сүлейменов секілді, тіпті Әуезовтің өзі бізде өзінің шығармашылық жаңағы кезеңінде аудармамен белсенді шұғылданған айналысқан адамдар, тұлғалар. Ал ол жаңағы Бунин секілді, жаңағы әртүрлі жаңағы Гете секілді, Шекспир секілді шығармалар аударылғаннан кейін ол елдің әдебиеті дамиды. Сондықтан кез келген әдебиетке келген адам аударма мектебінен өту керек. Сонда әдебиетте өзінің атын қалыптастыра алады. Немесе мен аударма жасамаған қаламгерді мен жазушы ретінде, қаламгер ретінде мойындамаймын деп айтатын. Солай өткен бұл бір жағынан өзінің шеберлігіне, кәсібилігіне байланысты болса, бір жағынан руханияттың өсуіне, дамуына. Өйткені біз аударма саласына кіріспесек, оған үстіртін қарасақ, немесе өзіміздің жаңағы баспаларды қолдамасақ, онда біз өзіміздің жаңағы тілімізден белгілі бір деңгейде ұтылатын тұстарымыз өте көп болады. Соның орнын толтыру үшін әрине аударма өте маңызды салалардың бірі. Тіпті қазіргі осы постсоветтік кезеңде аударманың маңызы тіпті қазіргі біздегі әдеби шығармалардан да кейде артық шығар деп ойлаймын өз басым. Сіз туралы оқығандарыңыз бойынша Қазақстандағы ең алдыңғы ошол котормочулардын бири деп кептерди уктук. Анан 2-3 мындай сиз өзүңүз эң мыкты деген эмгектериңиз деп кайсыл котормолорду айта аласыз, кайсыл китептерди? Біздегі алғашқы аударма мектебі өте ертеде қалыптасты. Әрине біз жаңағы айтып отырмыз, Әуезовтерді айтып отырмыз. Одан кейін тәуелсіздік алған жылдарда да әжептәуір қалыптасты аударма саласы. Бізде мына аударма бюросының аясында жарық көрген 100 кітап соның айқын мысалы. Біз әдебиеттегі әртүрлі модерн авторларды, шығармаларды қазақ тіліне аударғаннан кейін біз әуелі әуесқой аудармашылар ретінде бастағанбыз. Әрине біз әзірдің өзінде кәсіби аудармашымыз деп кеуде қағатындай жағдайда емес. Біз әрине ондай жаңағы амбициядан аулақпыз. Бірақ дегенмен біз өзіміз осы әдебиетте, философия бағытында ізденгеннен кейін, осы нәрсеге жақсы көргеннен кейін біз жақында Мадина Тулостан, Швециядағы Линкопинг университетінің профессоры Мадина Тулостаның «Болмыс, білім және түйсік отаршылығы» деген кітабын аудардық. Сонымен қатар Ричард Фейман деген физика саласындағы Нобель сыйлығының иегерінің «Сіз әзілдеп жатқандайсыз, Фейман мырза» деген қызықты жаңағы естеліктер жинағын кітабын аудардық. Соғатарлық енді өте көп жаңағы Камила Ковязинаның 5 жыл романын аудардық. Сол секілді кете береді. Бір 10 шақты кітап аударған екенбіз. Осылардың ішіндегі, яғни сазы аз болса да, сазы ол Мадина Тулостаның «Болмыс, білім және түйсік отаршылығы». Мадинаның кітабы туралы әрине осы Қазақстанда көзқарақты оқырмандардың басым көпшілігі таниды. Осы деколониал авторлардың ішіндегі маңызды тұлғалардың бірі. Бұл кітап өте күрделі кітап, тілі ауыр, оны түсіну өте қиынға соғады. Дегенмен автордың айтқысы келгені осы постсоветтік елдердегі десоветизация процесі туралы, одан кейін жалпы отарсыздану дегеніміз не, жаңағы модерннің отарлауы дегеніміз не, осы секілді және қазақылық дегеніміз не деген секілді маңызды тақырыптарға мақалалар жинағын топтастырып шығарған болатын. Бұл әрине автор өзі бұл орыс тілінде жазған соңғы кітабым деп жаңағы пікір білдірген. Бұл кітапқа біздің енді ерекшелігіміз, қосқан үлесіміз қазақ тіліне аударылуға, жаңағы қазақ тіліне аудардық. Одан кейін қала берді, мына Алаш Орда идеясындағы Алаш Ордашылардың мақалаларындағы мына Сафина Ақтай, жазушы Сафина Ақтаймен бірге аударған болатын. Сол жазушы Сафина Ақтайдың еңбегі зор. Бұл жаңағы аудармада сол жерде мына
алғы сөзінде біз алаш қайраткерлерінің сөздік қорларын пайдаландық. Мысалға отарсыздану деген сөз бізде енді келіп жатқан сөз емес. Бізде бұл процесс, ішкі қарсылық. Сонау мынау 19 ғасырларда болған, 20 ғасырларда болған. Әсіресе мына зар заман ақындарының барлығы отарсыздыққа қарсы күрескен ақындар. Махамбеттер мысалға, одан кейінгілер мына зар заман ақындарынан кейінгі мына алаш кезеңіне де келетін болсақ, мына отарсыздануды бөтен жұрттың қолтығының астында болу дейді. Яғни сен бөтен жұрттың қолтығының астында болсаң, сен басыңды еркін көтере алмайсың. Ол қалай жүреді, сен солай жүресің, қалай қозғайды солай жүресің. Одан кейін жаңағы отарсыздану дегенді мысалға бүтін елге теңдей құрдастық деп отырады. Сөз пайдаланады, бүтін елге теңдей құрдастық. Яғни сен біреуден артық емессің, не сен біреуден кем емессің. Біз енді қазақ қоғамында да көп осы біздің аз ұлттардың комплексі бар ғой, біз бәрінен ұлымыз, біздің жаңағы бабаларымыз батыр болған деген сияқты. Біз қазақ болып тумағанда не дерем деген сияқты түрлі осылардың барлығына жаңағы алаш қайраткерлері бүтін елге теңдей құрдаспыз, біреуден биік емеспіз, біреуден алас емеспіз, бәріміз бірдей теңбіз деген. Мысалға Шәкәрімнің өлеңі бар ғой, адамның бәрі өз халқың дейді. Адамның бәрі өз халқың дейді. Сол секілді осындай негізгі кітаптың идеясы да осы нәрсеге келіп тіреледі. Ол отарсыздану, ол біреуге агрессия көрсету, біреуді жек көру, немесе оған бір жалпы бір акт жасау емес. Бұл адам немесе біреуді отарсыздандыру емес. Отарсыздану процесі ол біреуге барып үйрету емес. Отарсыздануды ол адамның өзінің ішкі процесінен, түйсігінен, сезімінен жүретін, жүрек көзінен өтетін бір дүние. Яғни сезінумен, түйсінумен келетін дүние. Бұл енді былайша айтқан кезде қарабайыр түрде отарсыздануды алып қарауға болады, және еркек пен әйел арасындағы жаңағы теңдік туралы да осы отарсыздану процесіне келтіруге де болады. Философиялық тұрғыда әртүрлі бағытта, жаңағы әртүрлі бағытта бұны талдап талқылауға болады. Осы дискурсқа әртүрлі бағытынан келуге болады. Жалпы қазақылық деген не дегеннің өзінде де үлкен ой, үлкен бір идея жатыр. Сондықтан да енді бұл процестің, бұл кітаптың танымал болуы, бұл кітаптың енді қазақ тіліне аударылуының маңызды болғандығынан шығар деп есептеймін өз басым. Негізінен солай. Ал енді жаңағы сіз айтқан аудармашылар мектебі, бұл кезінде қазақ тілді әдеби орталарда әдебиет екі түрлі бағытта дамыды. Бірінші жаңашыл бағытта, екіншісі дәстүрлі бағытта. Бізде қара өлең ұйқас деген бар. Біреуі жаңағы ұйқаспен, қара өлеңмен жаңағы шығармашылығын дәстүрлі бағытта, классикалық бағытта жазуды құп көрсе, екінші бағыт бұл дәстүрлі консервативтік бағыттарды қиратып жаңа бір әдеби стиль жасау, әдеби бір процесс жасау деген идеямен қалыптасқан бағыт болды. Сол екі бағыттың арасындағы тайталастың арқасында, екі ұрыс керістің немесе жаңағы келіспеушіліктердің арқасында әдебиет едәуір дамыды. Әдебиет едәуір дамыды. Аударма саласында бұл бәсекелестікті алып келді. Әдебиетшілер арасында бәсекелестік пайда болды. Түрлі авторлар, Эзра Паунд, Том Стернс Эллиот деген сияқты батыс авторлар, одан кейін жаңағы Адонис деген секілді, жаңағы Нагиб Мақбул секілді авторлардың бәрі аударыла бастады. Және енді осы тағы бір айта келетін маңызды бір процесс қазақ әдебиетінде, қазақ қоғамында жүрген. Бізде измдер өте көп айтылды. Енді изм деген енді модерннің, отарлықтың мәтіні, измдердің барлығы жаңағы модернге тиесілі. Бірақ біздегі қазақ әдебиетінде осы измдерді игеру жақсы бір үлес алды. Қазақ неге Нобель алмайды? Жаңағы біз қашан әлем әдебиетінде төрде тұрамыз деген сияқты, неге біздің қазақ әдебиетін оқымайды деген сияқты бағыттарда түрлі дискурстар, талқылар жүрді. Соның нәтижесінде жаңағыдай қане әлем әдебиеті туралы деп әлем әдебиеті журнал жарық көрді, шетел әдебиеті газеті жарық көрді. Сондай журналдар жұмыс жасады. Кітаптар көп аударыла бастады. Бірақ нарықта баспа саласымен әдеби агенттіктер болған жоқ. Сол процесте енді қазір Қазақстандағы мемлекеттің қолдауынсыз жеке баспалардың шығуымен шетелде жарық көріп жатқан қазақ авторлар бар. Бақытгүл Сәрімбекова секілді. Сол кісілердің шығармалары жаңағыдай мемлекеттің қолдауынсыз өзінің жеке қаламақысымен, жеке келісімшарттарымен сондай бір кезеңге пайда болды. Ал баспа саласында авторлармен мемлекеттің қолдауынсыз, араласуынсыз бір жеке авторлар шыға бастады. Яғни нарықтық қоғамға бейімделген. Ал енді бізде
осы сала аударманың дамуымен, баспа саласының дамуымен, кітап санасының дамуымен келген нәрсе. Яғни еркіндік бізге әдебиеттегі белгілі бір деңгейде бостандық, еркіндік идеясы, азаматтық қоғам принциптеріне сай еркіндік идеясы нарық қоғамына өткен кезде пайда болады. Енді біздегі ең үлкен проблема әдебиеттегі бұл мемлекетке деген тәуелділік. Ақын жазушыны мемлекет асырау керек деген совет одағы кезеңіндегі қалған ескі бір паразиттік идея. Осы идеяның нәтижесі салдарынан көп әдебиетшілер өздерін мемлекетке адал қызмет етуіміз керек, мемлекетшіл болуымыз керек деген сияқты, батысты жек көру, батысты жамандау деген сияқты, батыстың цивилизациясын аламыз деп канализациясына түсіп кетпеңдер деген сияқты сөздер арқылы бір батысқа қарсылық немесе сондай бір иммунитет қалыптастырғысы келді. Бірақ аударма саласы осындай бір таптауырындарды, консервативтік, моральдарды, идеяларды соның бәрін қиратып, бір қоғамда бір жаңа бір леп әкеліп жатыр. Енді жазушылардың ішінде де көп, ал енді аударма саласы осылардың алғы шарттарының бірі деп айтамыз. Енді осы айтқым келген кезінде модернисттер өте көп талқыланды дедік қой, жаңағы кімдер, Джойстар, Марсел Пруст, Кафка секілді әдебиетшілер көбірек талқыланса, кейінгі кезеңдерде постмодернистік әдебиет өкілдері көп талқылана бастады. Жаңағы битниктер, одан кейін жаңағы Фуко, Деррида деген сияқты жазушылар, философтар көп талқылана бастады. Қазақ әдебиеті постмодернизм деген не, тіпті дәстүршіл консерватист авторлардың өзі қызығып, бұл Хапастың сандырағы, біз өзіміздің философиямыз бар деген сияқты не болғанмен, бұл процеске қызығу, ықылас таныту, назар аудару процесі белең алды. Кейінгі постмодернист кезеңнен өткеннен кейін бізде деколониалды авторлар пайда болды. Франс Фанонның Қара бет ақ перде кітабы туралы, Эдвард Сайдтың ориентализмі қазақ тіліне аударылды. Аударма бюросының жұмысының нәтижесінде Эдвард Сайдтың кітаптары ориентализм аудара бастады. Одан кейін отарланған елдердің әдебиеті, отар болған елдердің әдебиеті. Сол секілді кітаптар жарыққа шыққаннан кейін үнді философиясында Гаятри Спивактар Чакрабарти туралы мәтіндер шықты. Бұл деколониалды авторлардың қазақ қоғамына кіруіне, жалпы әлем туралы ойлануына, өзін бейотар контекстте түсінуіне көз салып сыртынан қарауға кішкене көп жақсы оңтайлы бір қызметтер атқарды. Қазір енді әдебиетте көзқарақты ақын жазушылардың басым көпшілігі бұл дискурсты, бұл процессті өте жақсы біледі. Сондықтан енді осы процестердің нәтижесінде кішкене комплекстерден, мәдени жаралардан айығуға аз да болса үлесін тигізеді деп ойлаймыз. Мына ушул котормо багытында иш алып барган биздин буга чейинки подкастыбыздын каармандарынын бирөөсүнүн айтканы бар да, биз дүйнөгө кыргыздын көзү менен карашыбыз керек, жана дүйнөнү биз кыргыздын көзү менен таанышыбыз керек. Бул жаатта ушул котормочулардын ролу абдан чоң. Бүгүнкү күндө мына ушул Борбор Азия өлкөлөрүнүн котормочулары канчалык деңгээлде ушул казак дүйнөнү казактын көзү менен карагандай, мисалы кыргыз дүйнөнү өзүнүн көзү менен карагандай иш алып барууда, мындай анткени постсоветтик өлкөлөрдө дагы деле эски совет мектебинин котормочулары, жазуучулары дагы деле канча басымдуулук кылат да, доминировать этип турат деген. Ошондо жаш котормочулар алар менен кандай атаандаштык болуп атабы? Жаңа өте әлемге кыргыздын көзүмен карау деген өте әлемге өте жақсы айтып атсыз. Осында жакында мен Коңгурга оралуу деген бір мақала жазган болатым. Мен мына Калам Глобал деген мына әлемге жаңағы орталық Азияның көзімен қарау деген жаңағы қарайтын математикалық жобада мен жұмыс жасаймын, сол жерде редактор болып қазақ тіл бөлімінің. Сол жерде мына әлемді өз көзімізбен көрсек, өзіміздің сүзгімізбен қарасақ, жаңағы селф ориентализммен емес, жаңағы біреулердің жазып берген тарихымен емес, өзіміз жазған тарихпен, өзіміздің тарихымызды өзіміз жазайық деген идеямен жарық көретін Қалам мультимедиялық жоба бар. Сол жобада үш тілде жарық көреді: ағылшын, қазақ, орыс тілдерінде. Сол жерде менің бір жазған мақалам болатын: Қоңыр оралу деген. Қоңыр оралуда деген, оралуда соның ішінде қазақтың көзіндегі сұлулық. Қазақ қалай сұлулық көзіндегі, қазақ сұлулықты қалай көреді? Қазақтың көзіндегі сұлулық дегеніміз не деген? Осы жерде бір қоңыр деген сөзге мен мән бердім. Осы жерде қоңыр деген бір сөз бар. Бізде қазақта Жұмекен Нәжімеденовтер, мына Омар Зайтан деген айтулы ақындарымыз осы қоңыр сөзін өте көп пайдаланады. Қоңыр, жасыл деген сөздерді.
енді жасыл түсінікті жұмақтың түсі, жасыл жұмақтың әсем сирақ жасыл құсы деп сондай жасыл сирақ әсем құсы деген сияқты бір мифтік, арабтық мифтік сынды исламдық мифтіктермен келеді. ал қоңыр бірақ көк қоңыр мен көктің өзіндік бір мазмұны бар түркілікке тән. Сол жерде мысалы қоңыр деген сөз енді бізде қоңыр жел, қоңыр самал, қоңыр ой, қоңыр көлеңке деген сияқты сөздер өте көп. Жалпы қоңырлыққа осылай тоқталған болатынмын сол кезде қазақ әлемінде қазақтың көзіндегі сұлу қоңыр түс, қоңыр жылқы, мысалы қоңыр жирен. Осы секілді сөздерді алып келдім да мынасаға бізде мынандай қоңыр сарын деген бар. Мына Шыңжаңда мен туған өлкеде бір күйшінің айтатын сөзі бар. Қоңыр дейді, сен әлде бір ұмытып қалған, бірақ бір бала кезіңде немесе бір белгілі бір кезеңде сен тыңдап ұмытып қалған күйді өзіңше есіңе түсіруге қиналып өзіңше бір шығарсаң, өзіндік бір ойыңмен, өзіндік бір қорытындыңмен, өзінше бір стильмен шығарсаң, бұл қоңырлық деп айтады. Яғни бұл дегене сен мәдениетіңді жоғалтып алсаң, сен мәдениетіңнен ата бабаларынан қалған бір мәдениеттерді белгілі бір жатты жоғалтып алсаң, сен өзіңдегі бар естеліктер арқылы сен оны жаңа бір формада жасап шығара аласың. Яғни ол жойылып кету емес, яғни ол жаңғыру, жаңарту. Яғни біз қоңырлық арқылы біз әлемді жаңартамыз. Қоңыр домбыра дейді бізде, қазақта сөз бар. Домбыраның қоңыр күйі дейді. Осы қоңырлықпен әлемді көрсек деген секілді. Жаңағы осы да деколониалды бір контекстке келетін дүние. Біз енді қазір тілімізді жоғалттық деп айтамыз, мәдениетімізді жоғалттық. Көп сөздер қолданыстан шығып қалып отыр ғой. Өткенде бір таң қалған, мен бір көшпенді ауылға бардым, көшпелі ауылға, жаңағы жайлауға. Жайлауға барған кезде Қытайдан келген қазақ отбасымен осы Қазақстанда Байырдан тұратын жергілікті қазақ отбасы екеуі көрші отыр екен. Енді қалада Қытай қазақтарының тілдерінде пайдаланатын сөздік қор мен Қазақстанда туған жергілікті халықтардың арасында сөздік қорында көптеген айырмашылықтар бар. Мысалы, орысша көп қолдану, орыс сөздерін пайдалану, жер атауларына қатысты, мына түрлі ыдыс-аяқтарға, тұрмыстық заттар, бұйымдарға қатысты қолданатын өзгешеліктер бар. Бірақ мен жайлауға барған кезде екі көшпенді отбасының сөздерінен бір айырмашылық көрмей қатты қалдым. Өйткені біз көшпенді өмірде тұтынатын дүниелеріміз екі жаңағы елден келген отбасының арасында өте түсінікті. Мал шаруашылығына қатысты, жаңағы ереуілдікке шақыру деген секілді, тамақ, сүт өнімдері, түрлі мал шаруашылығына қатысты көптеген сөздердің бәрі, көшпенді өмірге қатысты сөздердің барлығы оларды біртұтас етіп тұр. Яғни біз көшпенді өмірден бас тартып, жаңағы отырықшы жаңағы коллективизациялық кезеңге, постсоветтік кезеңге өткен кезде біз көп дүниелерімізді жоғалтып алдық. Сөздік қорларымыздан айырылып қалдық, ажырап қалдық. Соның нәтижесінде қазаққа бөтен болатындай сондай. Бір орыс тілді қазақ пайда болды, қазақ тілді қазақ пайда болды, діндар қазақ пайда болды, әртүрлі қазақтар пайда болды. Ал соның барлығын бір ортаға көшпенді өмірге көшпенді өмір қалпына қайталып келген кезде алардың сөздік қорының мал шаруашылығына байланысты қайтадан бірдей ұқсас бір құндылық пайда болады. Ұқсас бір практика, тәжірибе пайда болады. Сондай бір қызық дүниелер. Сіз ушул төрөлгөн Шыңжаңдан 2005 жылы 11 жашыңызда келдиңиз да? 2005 жылы 11 жасымда ошондо кандай аралашып кетүүдө бул жакта казактар менен жеке сизде кандай кыйынчылыктар болду? Бул Казакстандагы казактар менен аралашууда. Бул өтө маңызды сурақ коюп жатсыз. Бизде мысалга мына отарланган элдер кайта отарлоо процессин басынан өткөрөт. Мысалга мына Қытайдан келген қазақтарды біз оралман қандас деп атау береміз. Оларға оралман қандас деген атау береміз, және олардың енді біз совет тарихын оқып өскеннен кейін, сол осы жердегі жергілікті халықтар совет тарихынан өсіп, совет пропагандасынан шыққаннан кейін кейбір жергілікті өңірлердегі адамдар сендердің аталарың соғысқа қарсы қатыспай қашып кеткенсіңдер, сен сатқынсыңдар, пәленсіңдер дейді. Ал оның ар жағында Абылай хан заманындағы геосаяси ойлар, идеялар, ол Абылай хан заманынан ерте өмір сүріп сол жақта мекен етіп жатқан, мысалға бар ғой, Ақсу қырғыз автономды округі бар, мысалға Шинжаң Іле қазақ автономды округі бар, мысалы өлкесі. Ол өлкедегі адамдар ол бір қашып жаңағы нелер сол кездегі соғыс немесе әртүрлі замандарда қашып барған немесе бір жұмыс іздеп барған иммигранттар немесе сол секілді дүниелер емес. Ол жерде Қытай
халқының табаны тимеген жерлер бар. Алтай ежелден жаңағы сол жердегі байыр халықтар өмір сүріп жатқан өлке. Соны совет пропагандасы ол жердегі өлкедегі адамдарды кішкене соғыстан қашып кеткендер, сатқындар, қашқындар, осындай деген секілді идеологиямен миына сіңіріп тастағаннан кейін ол келген адамдарды кішкене тосырқау, жатырқау, оларды қабылдамау процестер. Оның үстіне тағы бір процесс, ол жаққа келген адамдарға квота береді, түрлі жаңағыдай жеңілдіктер бар, соған нәрсеге неге бізге бермейді, неге оларға береді деген сияқты келіспеушіліктер болады деген сияқты. Оны тіпті мына түрлі осындай подкасттарда бір интеллектуалды бір отырыстарда айтатын адамдар бар. Әдебиеттің ішінде де өзара мына оралмандар деп бөлінетін топтар бар. Көрдіңіз бе? Ол процесс бұл неден? Бұл жаңағы отарлық жаралардан. Біз отар болған ел қайтадан бір өзімізден әлсіз адамдарды отарлағымыз келіп тұр. Яғни отарлық жара өзге бір құрбандықты жертваны шығаруға мүдделі, мысалы сондай бір бейіл болып келеді. Сондықтан отарсыздану деген нәрсе тек қана отарланған елдер ғана бір не болмайды, жаңағыдай отарлаушы болмайды. Отарланған елдер де отарлаушы болды. Мысалға сөйлеу құқығынан айыру, заттандыру, адамдарды субъект ретінде емес, объект ретінде, зат ретінде қарау, олардың атынан сөйлеу. Мысалға оралмандар деген біз оралмандар, оралман деп айтқан, біз оралман емеспіз негізі, біз қазақпыз. Біз қандас емес, біз қандас деген сөздің өзінде мысалға кішкене әбестік бар. Ақселеу Сейтімбек, қазақтың этнограф жазушысы, өзінің сонар деген кітабында қандас деген жаңағы Шыңғысхан мен жаңағы Мұқылайдың арасында түркі халықтарының ежелгі жаңағы бір-біріне туыс емес екі адамның қанмен серттесу арқылы қандастыру, андастыру деген неден шыққан, бір-біріне туыс емес жұртты серттестіру, қан арқылы серттестіріп туыс құру жасанды жолмен. Бұл андастыру дейді. Сол нәрседе қарағанда енді қандас деген сөздің өзін Ақселеу Сейтімбек этнографтардың өзі айтып отыр. Осы нәрселерде келген кезде кішкене біз сонда өтірік қазақпыз, қандастар отырмыз, біз бір-бірімізді өтірік дейміз, жаңағы серттесіп отқан жоқпыз ғой, досқалық емеспіз. Сондықтан бөтен жұрт емеспіз, бәріміз қазақпыз. Сондықтан бұл оралмандар деген сөз сөйлеу құқығынан одан айыру. Сендер оралмандар, сендер өздерінің орындарын біліңдер деген сияқты. Ондай нәрселердің барлығы отарланған елдердің қайтара отарлауы. Бұл процесс өте қайта жарақаттау қаупін тудыратын процесс. Сол үшін осындай кітаптардың отарсану процестері түсіну. Жалпы отарлық дегеніміз сен анадан артық немесе анадан кем емессің. Сен әйелді әлсіз болғаны үшін сен оны ұруға, соғуға немесе оны әлсіз болғаны үшін айыптауға хақың жоқ. Сен әйелмен оның әлсіз екенін біле тұра, психикалық тұрғыда әлсіз екенін біле тұра, сен оған күш көрсетпеу арқылы, сен оны мәжбүрлемеу арқылы, оны заттандырмау арқылы, оны иеленбеу, оның құқығына қол сұқпау арқылы сен тең боласың. Теңдік деген ол физикалық тұрғыда, материалдық тұрғыдағы теңдік емес, ол сенің өзіңнің ішкі санаңдағы теңдік, сен оны санаңда тең ретінде қабылдау. Мен мықтымын, анау әлсіз, сен орташа, бәріміз бір аспанның астындамыз дейді ғой. Сол секілді осы процестер бар. Енді ал қандастар мәселесіне, жаңағы оралман мәселесіне келген кезде осы кішкене кейін енді мынау саясатта да көп жемқорлықтың, коррупцияның кесірінен адамдар квотасын да ала алмайды, және осы қоғамға бейімделе алмайды. Кириллица бізге ең қиын болған кириллицаны үйрену болды. Ең көп ұрыс естідік кириллица үшін деп. Және алғашқы өлең жазуым өлеңінде мен қазақпын, біз қазақ деген халықпыз, дұшпандардан осындай өлеңдер жаздық біз. Алғаш рет, өйткені бізге қиын болды дәлелдеу. Сендер ұшасыңдар ма, қазір қытайлар сияқты ұшып кетпейсіңдер ма, сендер құрт құмырсқа жейсіңдер ма деген сұрақтар өте көп болды. Енді қазір енді кішкене қоғам ол енді әртүрлі, енді біз бір жергілікті бір халықтардың арасында өскеннен кейін, бір ауылдық округтерде өскеннен кейін ондай адамдар енді болады. Бірақ кейде тіпті мына көз қарақты зиялы орталардан да бөліп жару деген нәрсе пайда болады. Оның бәріне жаңағы отарлық жағдайларды қайта өндіруден пайда болады. Осы нәрсені түсінген кезде адамдар кішкене толерантты бола бастайды деп ойлаймын. Ал басқа мына Қазақстанға басқа өңірлерден келіп жатқанда қазақтардың арасында да түрлі стереотиптер, жаңағы кемсітушіліктер, айыптаулар өте көп. Бірақ енді біз осы процесті білім арқылы, мысалға зиялы болу дегеніміз не дейді? Жаңағы Штефан Цвайг деген немістің жазушысы, зиялы болу дегеніміз әділетті болу дейді. Зиялылық дегеніміз әділетті болу. Және де надандық дегеніміз не дегенде, надандық деген білім алуға ұмтылмау дейді. Надандық дегеніміз ол білім алуға ұмтылмау, білуге ұмтылмау. Көрдіңіз бе? Егер адам білуге ұмтылмайтын болса,
өзің жаңағы кітап оқып осындай процесстерді, әлемдік процесстер, жаһанданған замандағы түрлі процесстерді игере алмайтын болса, ол надан болып қалады. Абайдың сөзі бар, жаңағы біздің білімсіз қалмақтығымыз зият деп. Сондықтан кезінде енді бізге орысша үйрен деді, Абай айтты, орыс тілін үйреніңдер, орыс тілін әлем арқылы, орыс тілін әлемді орыс тілінің арқылы көрдік деген сияқты. Енді біз түгелерге теңдей құрдас, жаңағы бөтен жұрттың қолтығының астынан шыққан тәуелсіз егемен елміз. Енді осы процесте өзіміздің әдебиетімізді, мәдениетімізді, руханиятымызды, қоғамымызды, әділетті қоғамымызды жаңағы қалыптастыру осы білім алудан келеді деп ойлаймын. Сон мисалдарды келтирип өттүңүз. Бул мына ошол бирөөнүн отарлоону, колониалдык эзүүнү көргөн адам өзүнүн ичинде жарасы менен өзүнөн алсызга барып ошону көрсөткөн мисал менен аны биз бир гана ушул сиз айтып өткөндөй билим алуу менен гана ошол жарадан айыгабыз, дарыланып билимдин жардамы менен. Эң сонун керемет мисал. Анан мына ушул отарлоо, анан отарсыздандыруу деген терминдин өзүнө кененирээк токтолгум келип турат да. Мисалы биз кыргыз тилинде муну арылуу, колониалдык түшүнүктөрдөн кутулуу, арылуу деп мындай жалпылап которуп келебиз да. Сиздерде ушул отарлоо, отарсыздандыруу деген терминдер негизи жалпысынан казак тилинде качан пайда болду? Анан кандай кабыл алынды бул сөздөр бүгүнкү күндө? Бизде отарсыздануу, отарлык деген сөз бұрыннан қолданып келе жатқан қолданыс аясында бар сөз. Отарсыздану біз кішкене жаңаша бейотар деген жаңа сөз қостық. Бейотар енді беймәлім немесе сіздерде бар шығар, беймәлім деген сөздер, мысалға бейшара, бейберекет, сондай сөздер бізде өте көп. Соған келтіріп деколониал дегенді де деген сөздің орнына бейотар деп келтірді. Отарлау енді отарлау деген сөз енді белгілі бір жерді тартып алу, белгілі бір жерге отарлап алу деген сияқты. Отарсыздану деген сол отарланған жерден сол процесстен айығу. Бұл енді бізде жаңа сөз емес, бұрыннан сөз қолданыста бар сөздер, әртүрлі ғалымдар пайдаланған. Біз отар болған елміз деген сияқты. Бір отар қой деген сияқты, білесіз ғой, сондай сөздер де бар шығар. Осындай сөздер. Ал енді отарсыздануға қатысты көптеген қиын сөздер, күрделі мәтіндер, енді бұл дискурс өте ауыр, субалтерн деген сияқты топтарға қатысты сөздер бар. Мысалы, біз көп сөздердің бәрін түпнұсқа тілдерінде қалдырдық. Мысалға, этик пен эстезис деген сөз бар. Эстезис деген сөзді біз енді қазақша әстезис деп бейімдегіміз келді. Эстетика мен эстезис деген шығарма еңбегінде осындай сөздер бар. Эстезис дегеніміз енді біз эстетикамен өмір сүрдік, яғни батыстың интеллектуалды үстем билігімен солардың легитимизациясында өмір сүргіміз келді. Ол не деген сөз? Мысалға, бізді біреу мақтамаса, біздің көңіліміз көншімейді. Біз өзімізді жақсы көру үшін біреу бізді мақтау керек. Ой, мына қазақ деген мықты халық. Олар кезінде Атила болған деген сияқты, біреу бізге легитимизация бермесе, ой, қазақ мықты халық, немесе ой, қырғыз керемет деп арқасынан қағып қойса, біз өзіміздің керемет екенін білмей қаламыз. Міндетті түрде бізге біреу айту керек. Бұл да отарлық жарақаттан. Яғни өзіңді өзің қадірлемейсің. Бұл объекттік. Мысалға, заттың біз сипатын, зат өзінің сипатын бере алмайды. Өзінің қандай асыл бұйым дүние екенін зат бере алмайды. Оған өзге бір адам баға беру керек. Мысалға, асыл тас десе, ол асыл тастың бағасы, құны артады. Ал енді мына объект егер субъект болса, сөйлеу құқығынан айырылса, субъект объект затқа айналады. Зат болғаннан кейін ол не істейді? Ол сынды күтеді, сын есім күтеді. Өз сын есім болғысы келеді, өз жаңағыдай өзгелердің бір марапаттауын, легитимизациясын күтеді. Сондықтан да осы легитимизацияға батыстың интеллектуалды үстем билігі орнату, батыстың легитимизациясына байланысты нелердің бары біз қазақ неге Нобель сыйлығын алмайды деген сияқты көптеген комплекстер келеді. Және де қайта жарақаттану, отарлау, сол ашу-ыза, әртүрлі агрессиялар, мысалға бізде осы дүнгендермен арасы қақтығыс болды.
үйі өртеніп кетті, мысалы талай адамның үйін өртеп не қойды. Осы жақында Қырғызстанда да осындай ситуация болды. Жаңағы бір кішігірім деп айтпай, өзара жеке тұлғалардың арасындағы қылмыстың салдарынан бір ұлттық бір деңгейге көтеріліп кеткен сондай бір нелер болды. Бұл да отарлық жарақаттар, отарлық комплекстерден кейін осындай түрлі проблемалар пайда болады. Енді жаңа Франс Фанонның сөзі бар, тілге қатысты. Мына қара нәсілді әйел дейді, Европаның отарында болған, колониясында болған дейді. Колониясында болған әйел егер өзінің ана тілінде сөйлейтін болса дейді, ол еркектен бір саты төмен тұрады дейді. Егер ол қожайын тілінде сөйлейтін болса дейді, ол еркектен бір саты жоғары тұрады дейді. Жоғары болады дейді. Енді сіз әзірге орталық азияда көптеген қыздар арасында орыс тілінің неше сәнге екенін түсініп отырсыз ғой. Өйткені бізде түрлі дәстүрлі түсініктер бар, иә, әртүрлі біздің діни ұстанымдарымызға қатысты, немесе әртүрлі моральдық ұстанымдарымызға қатысты әртүрлі білімді деп ойлайсыз ғой. өзінің мораль бар. Ал сол нәрсеге алып келген кезде жаңағыдай еркек күшті дейді ғой енді. Әйел еркекке бағыну керек, осылай деген сияқты. Ал әйел өз тілінде сөйлейтін болса, оған иә біздің дәстүріміз деген сияқты. Ал оған бағынба, протест қалай жасайсың? Сенің қожайынның тілінде сөйлеу арқылы сен оған жаңағы дәстүрлі еркекке протест жасайсың. Сен одан кішкене қожайын тілінде сөйлеген арқылы сен одан жоғалтыласың. Ал жаңағы орысша білмейтін қарапайым жігіт орысша сөйлеп тұрған жаңағы жергілікті сол жерде қаланың немесе қызын көрсе, өзінің комплекс, жарымжан сезіну комплексіне ұшырайды. Бұл да сол Фанонның ақ перде, қара бет деген кітабында анық айтылады. Көрдіңіз бе? Адамның жаңағыдай тілдің өзінде қандай үлкен идеялар жатқанын көрсетеді. Жаңа сонымен эстетикаға оралайық. Батыстың легитимизация дегеніміз не? Батыстың легитимизация қолмен тамақ жеу мәдениетсіздік деген легитимизация бар. Ал бұл қолмен тамақты шанышқымен пышақпен жеу ол эстетика, сұлулық дейді түсінікте. Ал қазақтың жаңағы қырғыздың бізді жаңағы етті қолмен асап жейміз ғой. Онда нет. Оны біздің көзіміздегі сұлулық ол. Батыстың көзіндегі сұлулық емес. Ал біздің көзіміздегі сұлулықты бұны банинатосы эстетис дейді. Жергілікті халықтардың көзіндегі сұлулық, жаңағы қоңырлық деген сияқты. Мысалы қоңыр деген батыста ол балшықтың, ластықтың, кірдің, кедейліктің символы. Ал бізде қоңыр деген домбыраның, үннің, дауыстың, желдің, түстің қасиеттерін көрсете алады. Сондықтан да ана жақта ұсқынсыз болып көрінетін, жаңағы ақ адамның көзінде ұсқынсыз болып көрінетін, немесе ақ перде киген адамдардың көзінде ұсқынсыз көрінетін эстетикалық мораль, ал деколониалды жаңағы отарсызданған адамның көзінде, немесе жаңағыдай мәдениеттің көзінде ол өте сұлу дүние болып көрінуі мүмкін, көркем дүние болып көрінуі мүмкін. Сондықтан да осы нәрселер өте қызық. Мысалға бізге атқа мінуді жабайылық, немесе атқа міну көкпар тарту жабайылық деп жатыр, қызғу жабайылық деп жатыр. Бірақ ол біздің көзімізде эстетика, ол сұлулық. Сонымен жаңағы осы процесте эстетиканы да эстетиксіз де дұрыс түсіне алатындай, айыра алатындай. Иә, сенің көзіңде, сенің легитимизацияң да бар. Жаңағыдай одан кейін тағы да жаңағы эстетис дегенде де келтіретін нәрсе бар. Сол сөздерді біз қазақша әстезис деп аудармақшы болдық, жаңағы сіз айтып жатқанша. Бірақ кейіндеп келе енді әстезис деп өзімізде бейімдеп алғаннан кейін енді кейін эстетис деп қалдырдық, этик. Сонымен қатар көптеген сөздерді біз түпнұсқадан пайдаланамыз. Жаңағы Харри деген сияқты біз Фрейд емес, Фройд. Ницше емес, Ницше деген сияқты. Гегель емес, Хегель. Түпнұсқаға жақындап. Өйткені бізде ың, ғ, ө, деген әріптер, ың деген дыбыстар бар. Неге біз оларды жаңағы біз отарлаған орыс тілділердің тілі келмеген үшін неге біз ол әріптерге жаңағы қиянат қылмыз керек? Сондықтан осы процестерде бір әртүрлі жан-жақты, тіпті кішігірім қарапайым әліппеден үлкен академиялық философиялық мәтінде жасап шығуға болатын дискурс. Сондықтан да отарсыздану туралы өте көп айтуға болады, бірақ ол жарадан айығу өте қиын. Бұл травма
балалық шағында жастық шалғанда біз ашаршылықты көрген халықпыз мысалы. Біз репрессияны көрдік, біз коллективизация, орыстандыру саясатының өте үлкен белең алған кезеңнен өткен ұрпақпыз. Осы процесте енді біз бірден жазылып отарсызданып кетеміз, бір керемет адам болып кетеміз деген нәрсе өте қиын. Бұл бұны отарлық жаралардан айығу білімнен емес, тек қана білімнен емес, сонымен қатар өнер арқылы келетін дүние. Өнерден, сезіммен келетін дүние. Осы тұрғыда енді мен мына біздің қырғыз халқымызға да, қазақ халқымызға да айтатыным, мысалы осы процесте өте жақсы оңтайлы шешім тауып келе жатқан бір мемлекет, үйренуге болатын мемлекет Оңтүстік Корея. Оңтүстік Корея өздері Жапонға отар болғаннан кейін солардың жаңағы қолтығының астында болғаннан кейін көптеген қысым көрді. Олардан кейін міне өзінің дербес тәуелсіздігін алып үлкен алып елдердің біріне айналған кезде қазір киноларын қарасаңыз да, кітаптарын қарасаңыз да, еңбектерін қарасаңыз да, осы процесс өте қатты жүріп жатқан. Индия сонымен қатар өздерінің мемлекетінің атын Индияны өзгертіп тастады мысалы. Колониалды не деп мысалы атау деп. Біз қоймаған деген секілді. Ал Кореяда өте жақсы процесстер жүріп жатыр. Шығармашылықта, әсіресе кинода болсын. Осы кезде біз дамыған елдерден алатын тәжірибелеріміз өте көп. Одан кейін бізде енді қазір дәстүрлі қалыптасқан авторлар бар. Мысалы, тек қана мынаны оқу керек. Я Шекспирді оқиық, бірақ жаңа Шекспирді оқиық, біз Гетені оқиық, бірақ мына Румилар, Шамсилар, Фирдаусилар бар екенін ұмытпайық. Я біз жаңағы Эконы оқиық, Умберто Эконы, я біз жаңағы кімдерді оқиық, жаңағы Гюнтер Графтарды оқиық, бірақ мына жерде жаңағы кімдердің де бар екенін, Памуктардың да бар екенін ұмытпайық деген сияқты, Ахметжан Айжаздардың бар екенін ұмытпайық, Адонистердің бар екенін ұмытпайық деген сияқты. Яғни анау ақ адам ол өте мықты, мынау ақ адам емес, ол өте нашар жатады деген түсініктен арылу керек. Және одан кейін тағы бір түсінік, біз дәстүрге қарсы шықтық екен деп дәстүр жоққа шығару. Мысалға біз дәстүрлі әдебиет емес әдебиеттің арасында қақтығыс болды дейміз ғой. Біз әрине дәстүрлі әдебиеттегі біз моральдық жаңағы немесе мына мемлекеттегі азаматтық қоғам принциптеріне сай емес кейбір мүшәйрадағы кейбір іс-әрекеттер, рушылдық, трайбализм деген сияқты түрлі рушылдық қатысты сондай әртүрлі мемлекеттен ақша алу арқылы жан бағу, бір мемлекеттік мүддені қоғам мүддесінен биік қою, мүшәйра алу үшін немесе мемлекеттік атақ алу үшін жаңағы сондай бір түрлі іс-әрекеттерде бармақ басты көз қысты әрекет жасайтын дүниелерге қатысты қарсылығымыз бар, процесс оған қарсылығымыз бар. Бірақ біздің қазақ әдебиетіндегі қазақтың күпейген қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын дейді. Қазақтың қара өлеңіне және де олардың қуатына, олардың көркемдігіне біз ешқашан сын айта алмаймыз оған. Оны біз жоққа шығармаймыз. Жаңағы батыс адамның көзқарасындағыдай біз жабайылық деп. Біз қазақ әдебиетіндегі болсын, басқа әдебиеттегі болсын, біздің эпостарымыз, фольклорларымыз, жырларымыз, дастандарымыз ол біздің бәрімізге ортақ қазынамыз. Ол тек қана қазаққа ғана емес, ол қырғызға ғана емес, мысалы Манас тек қырғызға ғана емес, ол жалпы адамзатқа. Жаңа айтты ғой, адамзаттың бәрі өз халқың дейді, адамның бәрі өз халқың дейді. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп дейді Абай. Сол секілді осы идеяға жетіп, мысалы өзімізді жаңағы отарлық жараларымызда мәдениет арқылы, кино арқылы айықсақ, арылсақ, бұл біздің мемлекетіміздің болашағы үшін, еліміздің болашағымыз үшін өте маңызды дүние болмақ. Мысалы Әл-Фарабидің айтатын сөзі бар. Егер қоғам ізгі болмаса, ол қоғам жаңағындай ізгілік қағидаларына құрылмаса дейді, ол қоғамнан без дейді. Әл-Фараби айтады. Ал енді Сократтың сөзі бар. Сократ жаңағы демократтардан жеңіліп, өлім жазасына кесіліп у ішетін алдында бұған достары көптеген ұсыныс айтады. Афинаны тастап қашып кет, біз саған көмектесейік. Бірақ Сократ айтады, егер мен Афинадан қашып кететінмін, ол кезде енді сондай кезең болды, түрлі зиялылар, білімді адамдар қашуына тура келді. Ол жерде енді тирания, түрлі жауыздықтар жеңіп жатыр, әділдік сол кезде айтады. Егер де мен бұл жерден қашып кететін болсақ, осы Афинада әділдік үшін күресетін бір адам азайып қалды ғой дейді. Бір адам әділдік үшін күресетін, шындық үшін күресетін бір адам азаяды ғой дейді. Сол үшін мен осы жерде Афинада қаламын дейді.
сондай бір идеялар бар, ойлар, сондай адамдар бар. Зиялылық дегеніміз әділдік деген. Зиялылық деген ол өлең жазып, мынандай пальто киіп алып, темекі шегіп, көшеде бүйтіп, жапырақтың астында бүйтіп көз туралы өлең жазу емес. Зиялылық дегеніміз айғайлап жаңағы мінбелерге шығып, ұзақ сөз сөйлеу емес, немесе зиялылық дегеніміз біреуге ақыл айту емес. Зиялылық дегеніміз ол әділдік жолындағы сенің ішкі күресің. Кез келген адамда зиялы болады, тек қана ақын, жазушылар немесе басқа бір мәдениет қайраткерлері емес. Сен күзетші де болып та зиялы бола аласың. Сен көше сыпырушысы болып та зиялы бола аласың. Егер де сенің жүрегіңде әділдікке қатысты бір шам жанып тұрса, әділдік шамы жанып тұрса, сен зиялы адамсың. Мына адам бар жерде үміт бар дейді ғой. Сондықтан да жаңағы Сократтың айтқан сөзі жүрекке үлкен бір қуат береді. Әрине Сократ жеңді ғой, өлді, бірақ жеңді. Шындық үшін өлуге болатындығын көрсетті. Ақиқат үшін өлуге болатын, ақиқат үшін өлуге тұратындығын Сократ бізге дәлелдеп. Сондықтан да мына батыстікі, мынау шығыстікі, батыс жаман, шығыс жақсы деген көзқарастар емес. Бәріміз менікі, бұл адамдікі деп қарайықшы. Бұл адамдікі, бұл қазақтікі, бұл қырғыздікі емес. Жаңағы бір басқа бір ненікі емес. Бұл бәріміздікі, адамдікі деген ұстаныммен өмір сүретін болсақ, бізде көптеген проблемалар шеше сияқты. Енді кезінде осы әдебиетте көптеген бір алтын кезең болды ғой. Қазақ әдебиетінде де болсын, әлем әдебиетінде болсын, қырғыз әдебиетінде де болсын, сондай бір шоқтық жұлдыз тұлғалар артынан жаңағы келіп жатты. Сондай процесте енді алдағы уақытта да бізде сондай орта қалыптасатын, сондай буын қалыптасатын болса, жаңағы аудармадан қалыптасатын болса, аударма кітап оқу арқылы, яғни зиялы адам, жаңағы надандық дегеніміз білуге ұмтылмау. Сондай адамдар болса, егер де қоғамда өзгерте алатын, бізде жаңағы азаматтық журналистика өмір сүрсе, жаңағыдай журналистердің заңды құқықтары аяққа тапталмаса, олардың жұмысына мемлекет кедергі келтірмесе өзінің жеке мүддесі үшін, жаңағы Сократ та солай ғой. Сократ сол мемлекеттің диктаторлардың жұмысына кедергі келтірді, сол үшін оны өлтіріп тастады деген сияқты. Сондай процестерден кетірмейтін жаңағыдай біздің азаматтық журналистикамыз қалыптасса, азаматтық қоғам принциптеріне сай мемлекетіміз таңдау құқығына ие болса, халықтың жаңағыдай сайлау несі әділ өтетін болса, бізде бәрі орнына келеді деп ойлаймын. Және түрлі жауыздықтар, қазір болып жатқан соғыстардың соңы келсе, бізде осының барлығы кітап арқылы келеді, меніңше білім арқылы. Сол адам бар жерде үміт бар дейді ғой. Сол үмітке енді адамға сенеміз деді, бүгін жарылып кетпейтін шығар деп. Жер бетіндегі осыншама өркениетті, осыншама адам деген өте бір ұлы жаратылыс қой. Өзінің поэзиясы, өзінің поэтикасы, өзінің несі бар. Бір керемет жаратылыс, керемет мәдениет жасады жер бетінде. Қандай өркениет жасады. Әр елдің өзіндік бір ғажайыптары бар. Оны ананы артта қалған керемет дамып кеткен деген сияқты кетіруге болмайды. Мысалы Жапония мен Кореяны алып жатырмыз, біреу Жапонияны керемет деп ойлады осыған дейін. Корея да қазір керемет. Өзінің мәдениетімен, өзінің жаңағы экономикасымен әлемді кәдімгі дамып мойындатып отыр. Сол сияқты енді бұның бәрі неден? Жаңағы отарсызданудың арқасында Кореяның білім алып. Сон жақсы, ушундай нотада маегибизди жыйынтыктай берсек болот. Жана кыргызда жакшы сөз бар. Жаман болуу бир паста, жакшы болуу аста-аста дегендей. Дароо эле мен колониалдык түшүнүктөрдөн арылдым деп бир паста айта салуу мүмкүн эмес. Бул акырындан жүрө турган баяу жүрөтүн процесс, бирок токтобоо керек. Ал процесстин жүрүшүндө сиз сыяктуу, биздин подкаст сыяктуу ушундай берүүлөрдүн болуп туруусу абдан маанилүү. Жана сиз Сократты мисал кылып өткөндөй, ар бир адам буга өзүнүн салымын кошушу керек. Сосын бір гректің мифологиясында бір кейіпкер бар. Осы әбден қоғамда кезіндегі Спарта мен парсылардың арасындағы мына парсыларға бұл енді кейіпкер, мифтік кейіпкер ғой, ұсқынсыз болып жаратылған. Қоғамнан көп шектеу көрген.
сол кейіпкер жаңағы әскер бола алмайды Спартаның, ұсқынсыз болған үшін да, ұсқынсыз болған үшін әскерге алмай қойды спарталықтар. Сол бауырына баспайды ешкім оны, ұсқынсыз болған үшін. Ешкім оны мейірім танытпайды оған. Оған ешкім жаңағындай мейіріммен қарамайды. Оны адам құрлы көрмейді ғой. Ақыр соңында бұл барады да партыларға сатылып, бүкіл Спартаның қирауына, жеңілуіне себеп болады. Құпия жол ашып бере ма сондай бір процесс арқылы. Енді мемлекетке қарайықшы. Егер мемлекет өзінің халқына солай жиіркенішпен қараса, өзінің мемлекетіне солай ұсқынсыз ретінде жаңағы эстетикалық легитимизациясымен көзбен, ақ адамның көзімен қарайтын болса, жиіркенетін болса одан, иә, ол адам қардан қарға батқан, ол адам жаңағыдай неге өзінің үйі жеке баспанасы болмаса, мысалы жаңағы кейін ақыр соңында ұстап алып біледі жаңағы кейіпкерді. Сонда айтады: қайсы бірің мені бауырыңа салып жаңағыдай мейірім таныттыңдар? Мен қайсы бірің мені осылай келген кезде өзіне теңдей құрдас көрдіңдер? Қайсы бірің сендер, қайсы бірің хақың бар дейді, айтады. Қайсы бірің хақың бар дейді. Мен бір Спартаның қызын құша алмадым. Мен бір осы Спартаның азаматы болдым. Мен бір әскер ретінде алған жоқсыңдар. Мен үнемі түртпектеп, мен үнемі осылай немен жиіркенумен келдіңдер дейді да. Қайсыларың хақың бар менің бетіме келіп айтатын дейді да. Сенікі дұрыс емес деп айтатын дейді. Қазіргі қоғамда егер де мемлекет өзінің халқына ақ адамның көзімен қарап, отарлаушы адамның көзімен қарап, оны аямай, жаңағыдай тепкілей беретін болса, өзінің үйі жоқ адам, пәтер, кредиттен кредитке батқан адам, күйзелісте, әбден қараңғылықта өмір сүрген адам ертеңгі күні мемлекетке үлкен қауіп алып келуі мүмкін. Ертеңгі мемлекетке олардың сен қайсына біріне барып айта аласың? Ертең өзің жемқорлыққа батқан, өзің әбден іріп шіріген, жаңағыдай батыстың легитимизациясымен, ақ адамның көзқарасымен өмір сүретін адам болсаң, ертеңгі мына жақтан екінші неғыда адамдар шығады. Ішінен шықты ғой, өткенде қаңтар оқиғасы кезінде не бір ұрылар, тонаушылар шықты. Айыптай аламайсың ба соны? Не үшін шықты олар? Қарсылыққа шықты көп халық, иә, мысалы қаңтар оқиғасы кезінде біз жемқорларға қарсы, үкіметке қарсы шықты. Бірақ соның ішінен, халықтың ішінен де жаңағыдай адамдар шықты да, ұрлықшы адамдар шықты. Соны тиятын адамдар пайда болды. Қоғамда сол ғой. Ертеңгі күні егер мемлекет ондай өзінің халқына, өзінің жаңағы несіне осылай кемсітушілікпен отарлаушы адамның көзімен көретін болса, түптің түбінде ол бір жаңағы кейіпкердің несі секілді үлкен бір трагедия алып келуі мүмкін. Сондықтан да қазір енді өте маңызды бір ғылым ілім деп ойлаймын, басым оқиға дүние деп. Сон керемет. Тілек, сізге чоң рахмат, разычылық. Улантып атқан ішіңізде дағы да уланта беріңіз, аябай ушул колониалдык түшүнүктөрдөн арылтууда, отарсыздандырууда жасап аткан ишиңиз ийгилик коштой берсин. Сизге чоң рахмат. Силерге де өте үлкен рахмет, өте көп рахмет. Енді қазақ тілінде, қазақ қырғыз тілдерінде ешқандай аудармашысыз өзіміз сондай жақын, жақсы түсініп отырмыз. Өте әсерлі, өте жақсы бір күй кештім. Өздеріңізге де рахмет. Өсіп өне беріңіздер, өркендеріңіз өссін. Болашақта қайта жүздесуге жазсын. Албетте, сөзсүз түрдө. Урматтуу көрүүчүлөр, биз казакстандык акын, котормочу Тилек Рысбек менен маектештик. Бүгүнкү маекте айтылып өткөндөй, колониалдык түшүнүктөрдөн арылууну эң биринчи өзүбүздөн баштайлы жана башыбыздан баштайлы. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.